Достар, баршаңызға сәлем. Қазақ тілі В1 орта деңгей бойынша мәтін тыңдайтын боласыздар. Дайынсыздар ма? Олай болса бастаймыз. Қажет жағдайда видеоны паузаға қойып, аударып, түсінбеген сөздеріңізді сөздіктен қарап аударуларыңызға болады. Олай болса бастаймыз. Менің атым Сәкен. Мен қаланың сыртында тұрамын. Менің өмір салтым, қалай айтсам екен, үнемі қозғалыста. Мен жұмысқа күнде костюм шалбар киемін. Аптасына 60 сағат жұмыс істеймін. Сонда бір күнде 12 сағат. Мен өз өмір салтымды өзгерткім келеді. Мен қаланың ішінде әдемі үйде тұрғым келеді. Бірақ мен жұмысымнан шаршадым. Сондықтан бір жыл жұмыс істемеймін. Ауылға ата-анамның жанына барып, табиғатта таза ауамен демаламын. Әке-шешеммен бірге үй шаруашылығымен айналысамын. Мен үшін ең маңызды нәрсе компьютерсіз өмір сүру. Таңертең оятқышсыз ұйқыдан тұру. Ұялы телефонды және басқа да техникаларды бір жыл бойы қолданбау. Өте жақсы, достар. Әрі қарай жалғастырамыз. Сонда мен толығымен демалып, жұмысқа сергек болып ораламын. Бұл жыл менің өмірімдегі ең керемет жыл болады деп ойлаймын. Енді осы ойымды тезірек жүзеге асыруым керек. Келесі, есімім Гүлшат. Мен шағын аудан орталығында тұрамын. Бұл адамды зеріктіретін, жалықтыратын жер. Бұл жер тыныш өмір іздеген адамдарға керек. Мұнда бір мектеп, бір пошта кеңсесі, бірнеше жергілікті дүкен бар. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Мен қала өмірін көргім келеді. Менің қалаға көшкім келеді. Менің досым үлкен қалада жұмыс істейді. Сол көмектесіп жалдайтын пәтер таптым. Маған ұнады. Ол пәтер мен үшін үлкендеу секілді. Қалада тұру үшін жұмыс істеу керек. Қалада өмір сүру өте қымбат қой. Ал жұмыстан бос уақытымда қалада жаңа достар тапқым келеді. Ол үшін спорт залға, театрларға бару керек. Мен шет тілдерін үйренгім келеді. Өте жақсы, тамаша жұмыс, достар, жарайсыздар. Екі автордың екі түрлі мәтін оқыдық. Осы жерде егер сіздерге таныс емес, жаңа, бұрын естімеген, немесе ұмытып қалған сөздеріңіз болса, паузаға қойып, сөздіктен қарап алуға кеңес беремін. Пікірлеріңізді жазыңыздар. Пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Енді сіздерге сұрақ. Бірінші сұрақ. Сіз қай қалада тұрасыз? Немесе қай ауылда, жалпы қай жерде тұрасыз? Бірінші сұрақ. Сіз тұратын жер, жалпы қала, аудан, ауыл, елді мекен өзіңізге ұнай ма? Үшінші сұрақ. Қай қалада тұрғыңыз келеді? Қай қалада тұрғыңыз келеді? Немесе қай жерде тұрғыңыз келеді? Осы үш сұраққа, достар, комментарий, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.